Саламатсыздар ма білім алушылар? Саламатсыздар. Бүгінгі сабақтың дайындығын бүгінгі кезекші бізде Дина тексеріп шығамыз тазалықтарын. Барлығымыз дайынбыз ба? Түгендейік, бүгін кім сабақта кім бар, кім жоғын? Дулат, Мейіргүл, Дина, барлығымыз түгеліміз, е? Енді сабақты бастамас бұрын бізде сергіту сәті, барлығымыз көңіл аударамыз. Бізде сергіту сәтінде аспаз қимылдары деген сергіту сәті бойынша мен қимылдарды көрсетемін, сол бойынша қайталаймыз. Барлығымыз қараңыздар. Бірінші бізде пияз тураймыз. Жақсы, келесі есеміз соңында. Тамағымызды әсем дейміз. Әсем дейді екенбіз, е? Жақсы, жарайсыздар, рахмет. Сабақты бастамас бұрын біз өткен сабақты есімізге түсіріп алайық. Барлығымыз смартфондарымызды аламыз. QR кодқа болмаса код белгіленген, сол бойынша кіресіздер де өткен сабақ бойынша жауап береміз. Әр сұраққа 10 секунд берілген, тез-тез жауап береміз. Ірі кесекті шала фабрикаттарға қайсысы жатады? Ірі кесекті шала фабрикаттарға қайсысы жатады екен? Ростбиф, антрикот, сүбе. Жақсы. Енді біз сабағымызды бастамас бұрын бағалау критерийімен таныстырып өтейік. Бізде бағалау критерий дегеніміз 100 балдық балмен бағаланамыз. Кіріспе нұсқау кезінде 40 бал, ағынды нұсқау кезінде 60 балмен бағаланасыздар. Яғни барлықтарыңызға шек парағын таратып береміз. Сол шек парағы бойынша өз-өздеріңізді бағалап, сабақтың соңында айтатын боласыздар. Дина, барлығын таратып бер. Таратып болсақ, енді бүгінгі біздің сабағымызды барлығымыз қазір барлық сабақта қолданып жүрген жасанды интеллект арқылы қараймыз, сол бойынша бүгінгі тақырыбымызды ашамыз. Бүгін біз плангет және антрикот дайындау технологиясын үйренеміз. Етті дұрыс таңдау, кесу және қуыру құпияларын ашамыз. Кім айтады бүгінгі біздің құрылған бейне жазба арқылы бүгінгі тақырыбымыз қандай деп ойлайсыздар? Бүгінгі тақырыпта біз баға кесектілерден стейк дайындауды үйренетін боламыз. Яғни бізде жасанды интеллект арқылы стейктің түрлерін айтып тұр, рибай стейк, тибон стейк, яғни осылардың барлығы сыбаға кесекті шала фабрикаттарға жатады екен. Олай болса, бүгінгі біздің тақырыбымыз сыбаға кесекті шала фабрикаттардан дайындалған тағамдар. Енді қалай ойлайсыздар? Бүгінгі біздің сабағымыздың мақсаты қандай деп ойлайсыздар? Айта ғой, Мейіргүл. Сыбаға кесекті стейктермен және оларға ұсынылатын гарнирлер мен тұздықтардың ерекшелігі және олардың дайындалу жолы ұсынылуын үйренетін боламыз. Дұрыс айтасыздар, өте дұрыс. Бүгінгі біздің сабағымыздың мақсаты жаңағы дайындалу технологиясын, қандай тағамдар қолданылады, солардың тех картасын, ұсынылатын гарнир, тұздықтардың түрлерін үйрену екен. Олай болатын болса, барлығымыз бері жақындаймыз, жақын тұру үшін, жақын көріну үшін. Енді бізде көкенені бастамас бұрын WorldSkills стандарттарында әртүрлі көкөністерге, етке әртүрлі тақтайлар қолданылады. Білеміз бе? Қандай тақтайына қолданылады? Жасыл тақтай неге қолданылады? Көкөністерге. Қызыл? Етке. Яғни осылардың барлығының айырмашылықтарын білу керексіздер. Енді сыбаға кесектілерін бастамас бұрын бізде берілген бүгінгі дайындайтынымыз рибай және тибон стейк. Көріп тұрсыздар ғой. Мен бұны алдын ала сіздерге уақытты үнемдеу үшін маринадталған. Маринадтауға немен маринадтаймыз? Тұз, бұрыш. Мен мысалы тұз бұрышпен ғана қостым. Сіздер немен маринадтауға болатын еді? Соя соусымен, чеснокпен. Мен жаныма көмекші ретінде Дина, жаныма келіңіз. Етті қуырамыз. Етті қуырудың, білім алушылар, 5 түрі бар екен. Білеміз бе? Мұны қарасаңыздар. Естіліп тұр ма? Яғни осындай 5 түрлі қуыру дәрежесі болады екен.
яғни осыны Майяра реакциясы деп айтады. Ол химиялық процесс. Одан бөлек бізде тағамдық құндылығы бар, иә? Қандай тағамдық құндылығы бар еттің? Еттің бөліктерін қай кімге ұсынады? Бас бөлігін, жамбас бөлігін, сила дәрежесі. Енді балалар қараңыздар, білім алушылар, етті қуырғаннан кейін не істейміз етті? Демалдырады екенбіз, иә? Не үшін демалдырамыз деп ойлайсыңдар? Дәрумендер мен шырынды сақтап қалу үшін. Иә, дәрумендер мен шырын сақтап қалу үшін және бізге керекті қуыру дәрежесіне байланысты қақтау пешіне салып аламыз. Қақтау пешіне барған кезде техника қауіпсіздік ережесін сақтаймыз. Ашқан кезде өзімізген кейін тұрып, бетімізде бұл шалып қалмау керек. Келесі, еттің қандай ақаулары бар екен? Еттің ақаулары ол пістену, сөгеру, шаштану және сол сияқты болады. Егер көп уақыт жылы температурада ет қалып қалса, сол кезде одан жаман иіс шығады. Ал және ол қара түске еніп кетсе, негізгі еттің түсі қызғылт или қызыл болып келеді. Егер ол қара тағы жасыл болып кетсе, ол ет жарамсыз болып қалады. Егер еттің бетінде кептік, андай тақ болып кетсе, ол етте микроорганизмдердің көбейіп кеткенін білдіреді. Дұрыс. Міне, ал? Қандай ситуациялар жағдай болады? Ситуациялық жағдай мысалға айталам. Бізде бірінші сол еттің бұзылуы болып келеді. Оны істемен алуы 6-8 сағат комната температурасында еттің қалып кетуі болады. Ол еттің бұзылуына алып келеді. Бізде екінші еттің бір оны сырты жақсы пісіп, іші піспей қалу болып келеді. Және де етті қатып қалуы, ол мұздатылған етті ыстық суға сала қалу болып келеді. Және бізде соңғысы санитарлық талаптың сақталмауы. Бір тақтайға ет, яғни балықты бірге кесу немесе сақтау болып келеді. Әрқайсының өзінің стандартқа берілген нелер бар екен? Тақтай пышақтарын қолдануымыз керек екен. Еттің қандай классификациялары бар? Негізі еттің классификациясы ауыл шаруашылығындағы малдармен шоқтан алынатын, тағамдық өнім болып саналады. Ұшақ дегеніміз ол тазартылған құлаққа бекітілмеген ет болып саналады. Олар көбінде оның жасына, кемістігіне қарай топтарға бөлінеді. Алатындай болсақ, атауынан келер болсақ, ол жерде қой еті, сиыр еті, ешкі етілер жатады. Және де олар негізінде екіге бөлінеді. Ересек мал және де жас мал болды. Жас мал дегеніміз 38 айға дейінгі малдар. Ал ересек малдар дегеніміз 38 айдан жоғары малдар. Және де олар үш категориялық жағдайға бөлінеді. Яғни бірінші категория бойынша олар май қабаты жеткілікті, бұлшықеттер жақсы дамыған түскен. Ал екінші ол орташа дамығандар болып саналады. Үшінші категория бізде май қабаты жеткілікті, бұлшықеттер қатпаған тәсіл болып саналады. Және де олар тақымдатылған, тұздатылған болып бөлуге болады. Өте жақсы. Және қандай еттің ақаулары бар? Ет жайлы кім қандай лайфхактар біледі? Қандай лайфхактар білеміз? Айта ғой. Еттің лайфхактарына мысалы біз етті пісірген кезде біз оны қатты пісірсек, сол қатты болады. Және осы қатты болмас үшін осы ішіне көбінесе сода құюға болады. Әлде соданың орнына жаңғақтар салуға болады. Сол кезде жаңғақтардың арқасында сол реакцияға кетеді да, сол кезде несі волокналары более нервный болады, сол еттің өзі нервный болып кетеді. Жақсы. Алдын ала біз гарнирлерді дайындап қойғанбыз. Қақтау пешінің ішінде дайындалған гарнир бар. Енді бізде сабағымызды бекіту үшін барлығымыз экранға қараймыз. Телефонымызды алып, QR бойынша кіріп, сабағымызды бекітіп алайық. Әрқайсы берілген не бойынша сәйкестендіресіздер. Сұраққа жауап бересіздерді сәйкестендіресіздер. Бірінші, табиғи қуырылған ет тағамдарын ұсыну кезінде тұздықтан басқа не құяды? Еттің өз сөлін. Еттің өз сөлін және сары май, жасыл май құяды екен. Келесі, сыбаға кесек шала фабрикаттар қуырған
Кейін дәмдік қасиеті, шырындылығын сақтау үшін қандай операция қолданылады екен? Демалдыру. Рибай стейк пен антрекоттың айырмашылығы неде? Екеуі де арқа бет қалың бөліктері алынады атауларында. Жақсы. Келесі, сыбаға кесек шала фабрикат тағамдарының ұсыну температурасы 65 градус, иә? Келесі, сыбаға кесек шала фабрикаттар қандай тұздықтар мен гарнирлер беріледі деп ойлайсыздар? Жақсы. Келесі, стейктердің қуыру дәрежесі қанша дедік? 5 қуыру дәрежесі бар екен. Топқа бөлінеміз. Мен сіздерге мынау бойынша әр қайсыңызға бір карточка аласыздар, сол бойынша 2 топқа бөлінесіздер, 2 тағамды ұсынамыз. Әр қайсыларыңыз біз сабақ кезде өзіміз ұсынып, өзіміз соус жасап ұсынып жүрміз, е? Дәл солай алдыларыңызға соус беріледі, таразымен өлшеп, қанша грамм гарнир, қанша грамм соус берілетінін жасап, 2 неге топқа бөлініп ұсынамыз. Бір-бірден аламыз. Бөлінеміз. Кімде рибай, кімде тибон стейк? Бір топқа бөлінеміз, 2 топқа бөлінеміз. Мына алдыларыңызға гарнир. Гарнирлер қанша граммнан еді? 150 граммнан. Алдымызға таразы берілген, қолдарыңызда техкарта берілген, сол бойынша тағамды ұсынамыз. Бәрекелді білім алушылар, алдыларыңызда өздеріңіз ұсынған тағамдарыңыз бар. Енді сол бойынша кері байланыс берсек, 2 жұлдыз 1 тілек арқылы өздеріңізге ұнаған осы тақырыптағы бүгінгі сабақ бойынша ұнаған 2 ұнаған жақтарын және 1 тілек 1 ұсыныс бойынша әр топтан шығып айтсаңыздар, бір білім алушы. Мен айтсам болды. Айта ғой. Енді осы сабақ енді жақсы болды. Біз осы еттің прожаркасын түсіндік, және де қалай оны жарты етеді, осы гарнирлерді үйрендік. Ал не түрінде, осы ұсыныс түрінде мен осы етті қалай кесетінін білгім келеді. Жақсы. Келесі тақырыптарда ұсыныстарды ескереміз. Айта ғой, Мейіргүл. Маған бүгін технологиялық дайындау жолы ұнады, сосын ойындар ұнады, ал менің ұсынысым тағы да басқа стейк түрлерін үйренсек. Иә, қазіргі кезде көптеген стейктің түрі бар, е? Бүгін біз 2 ғана стейктің түрлерін дайындалу технологиясын үйрендік. Жақсы, рахмет. Бұдан кейінгі сабақтарда ұсыныстарыңызды ескереміз. Енді үйге берілетін тапсырма, келесі бізде ұсақ кесекті шала фабрикаттардан тағамдар, сол тағамдардың дайындалу технологиясын және техкартасын жасап келу. Енді білім алушылар, бізде бағана сабақтың басында айтып өткендей, бағалау критерийі 40 балмен бағаланамыз. Әркім өз-өзін бағалаймыз дедік. Барлығымыз бері қарасақ, бірінші өздеріңіз бағалайсыздар, содан кейін егер көмектескен сұрақтарға қосымша жауап берген білім алушыларға тағы бал қосады екенбіз. Әмина. Мен өзімді. Айта ғой. Өзіңізді 30 балға бағалаймын. 30 балға бағаладыңыз. Жақсы, мен сізге 10 бал қосып, 40 балға бағаладым. Келесі Жансая. Мен өзімді 30 балға бағалаймын. Жақсы, мен де сізде жанында көмектескеніңіз үшін 10 бал қосып беремін. Айша. Мен өзімді 30 балға бағалаймын. Жақсы, қойылған сұрақтардың барлығына жауап бердіңіз, сол себепті 10 бал, сізде 40 бал. Нұрсұлтан. Мен өзімді 33 балға не істеймін, осы бағалаймын. Жақсы, рахмет. Тоқтар. Мен өзімді 40 балға бағалаймын. Жақсы, өте жақсы. Райымбек. Мен өзімді 30 балға бағалаймын. Жақсы, сізге де 10 бал қосып, бүгінгі сабақта 40 бал. Жандарбек. Мен өзімді 30 балға бағалаймын. Жақсы. Мейіргүл. Мен өзімді 30 балға бағалаймын. Жақсы, сізге де 10 бал қосымша сұрақтарға тиянақты жауап бергеніңіз үшін. Дуларыңыз орындарыңызға барып, сабаққа дайындаламыз.